Қан қысымы көтерілген кезде адам өзіне жедел түрде көмек көрсету керек. Бұл әдісті жедел жәрдем деп атаймыз. 10 саусақтың басын шприцтің инесін тығып тесу керек. Қан шыққаннан кейін қан қысымы төмендеп, жәймендеп ретке келе бастайды. Бұл ең тиімді тәсіл. Келесі тәсіл, екі аяғымызды ысқылтым суға салып, біраз отырғаннан кейін аяғымызды уксуспен уқалаймыз. Қан қысымын түсіретін бірнеше әдіспен бөлісетін боламын. Ең бірінші, қан қысымы көтерілген адамды тыныштандыруымыз қажет. Басын жоғары көтеріп, жартылай жатқызып қою керек. Одан кейін көк шайды суытып беру керек. Жатар алдында кешкі серуенге шығып келгені дұрыс. Диета сақтап, ет, майлы, қуырылған тағамдарды шектеу. Көкөністер мен жеміс-жидектерді жегені дұрыс. Жеміс-жидек пен көкөністер жүрек жұмысын жақсартып, денсаулыққа өте пайдалы. Жантақ шайы қан қысымын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Қызылша сусынын дайындау үшін қызылшаны тілімдеп кесіп, кептіріп, ұнтақтап, суға қайнатып, сүзіп ішу керек. Бұл сусын бүйректі тазалап, қанды көбейтеді. Магний дәруменін қабылдау жүрек жұмысын жақсартады. Магний жасыл түсті көкөністерде өте көп болады. Банан ол калийге өте бай көкөніс. Асқабақ қан қысымын төмендетеді және де тамырларды кеңейтеді. Лимон қосылған су тамырларды кеңейтіп, шөлді басады. Сарымсақтың құрамында күкірт өте көп. Сондықтан қан тамырларды кеңейтетін нитраттың өндірілуін қамтамасыз етеді. Егер дәрісіз емделгіңіз келсе, менің каналымда өте көп пайдалы кеңестер бар. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар, денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер.